Асқазан адам денесіндегі ас қорытатын маңызды орган. Қазақ медицинасы асқазанда болатын ауруларды қалай емдеді? Осы туралы рецепттер білгіңіз келсе, төмендегі кеңестерге құлақ түріңіз. Асқазан ауырып, іші кеуіп, көп кекіргенде тауықтың бөтеге қабығынан 9 грамм, доланадан 9 грамм суға қайнатып ішеді. Бір емдеу мерзімі 7 күн. Асқазан қыжылдап, запыран құсқанда 2 жұмыртқа қабығын кептіріп, електен өткізіп, таңертең жартысын, кеште жартысын ішу керек. Бір емдеу мерзімі 3-7 күн. Асқазан қышқылы көбеюіне жұмыртқа қабығынан лайықты мөлшерде дайындап, жұмыртқа қабығын сарғайғанша қуырып, талқандап, әр рет 3 граммнан, күніне 3 рет ішеді. Жауын құрт 3-9 граммнан суға қайнатып, күніне 2 рет ішеді. Асқазан 12 елі шек жарасына, яғни гастритке жұмыртқа қабығы 40 дана, бақ-бақ 45 граммнан дайындап кептіріп, ұсақтап талқандап, әр рет 3-6 граммнан тамақ алдында қайнаған сумен ішеді. Асқазан созылмалы қабынуы болып, тамаққа көңілі тартпай, асқазан әлсіздігі білінгенде, құмырсқа тұқымынан 100 грамм алып, 0,5 литр араққа салып, шылап 3-5 күн жылы орынға қоясыз да, ішер алдында шайқап-шайқап 50 граммнан ішіп тұрасыз. Бұдан басқа, асқазан созылмалы қабынуы болып, тамаққа көңілі тартпай, асқазан әлсіздігі білінгенде қолданатын ендігі бір әдіс тәсіл төмендегідей. Қой етінен 100 грамм, шикі жемжемілден 3 жапырақ алып, алдымен мөлшерлі суға қайнатып, дәмі кіргеннен кейін бұршақ ірімшігінен 100 грамм салып, піскеннен кейін сорпасымен жеп алсасы болады. Асқазан, шектің жедел қабынуы жаз бен күз мезгілінде жиі кездеседі. Бұл кезде көңіл айну, құсу, іш өту секілді белгілер болады. Бұл ауру бұзылып сапасын өзгерткен немесе бактериямен ластанған азықтарды жеуден пайда болады. Сондықтан тұрмыста тұтынатын азық-түліктің тазалығына мән берген дұрыс. Асқазан, шек жедел қабынуын емдеуде төмендегі әдіс тәсілдерді қолдана білген жөн. Ақжалбы жапырағынан бір уыс алып жаншып, нілін қайнаған сумен ішеді. Долана ағашының қабығын алып талқандап, әр ретте 3 граммнан ішеді. 30 грамм арала, 15 грамм шикі жемжеміл, араланы талқандап 2 рет, әр ретте 15 граммнан жемеміл қайнатпасымен ішеді. Балдыр көктамыры, шикі жемжеміл әр қайсысынан 9 граммнан алып араластырып қайнатып, бір жолда ішеді. Балдыр көктен 60-90 граммды суға қайнатып, қайнатпасын ішсе, балалардың құсуы мен іш өтуіне шипа болады. 15 грамм шай жапырағы мен 1 грамм тұз екеуін араластырып суға қайнатып ішеді. Ермен жапырағын қазанға салып, үстіне азырақ арақ құйып қуырып, ыстықтай шүберекке орап кіндіктің үстіне тартады. Сауықпаса, жалғасты осылай істесе, өнімі жақсы болады. Қарбыз сабақ тамырымен жапырағын суға қайнатып ішеді. 750 грамм жаңа алынған сұлу шашты бірнеше минут қазан буына қойып, одан соң жаншып нілінен 150 грамм сығып алып, әр ретте 50 граммнан күніне 3 рет ішеді. Қазақ медицинасында асқазан ауруы үшін қолданылатын бұлардан басқа да көптеген ем-домдар мен әдіс тәсілдер бар. Біздің каналға тіркелсеңіз үнемі осындай пайдалы ақпараттар ала аласыздар. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Мақсат медициналық орталығының директоры, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының жеке мұрағат қорынан алынған мәліметтер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, ардақты ағайын.